Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін ең оңай, ең жұмсақ творожный пирог пісіреміз. Құрамы өте қарапайым рецепт, сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Сонымен достар, бұл пирог үшін таза ыдысқа бөлме температурасындағы 2 жұмыртқаны жарамыз. Сонымен қатар 150 грамм қант қосамыз. Және қалауларыңызша ванилин қоссаңыздар да болады. Ал енді барлығын венчикпен қант ерігенше араластырамыз. Келесі кезекте 100 грамм ерітілген сары май немесе маргарин құйып, тағы бір араластырып аламыз. Одан кейін 200 грамм кез келген сүзбеден салып, жақсылап араластырамыз. Мен қолдың сүзбесін қолдандым достар, негізі дүкендікі де жарайды. Енді алдын ала еленген 180 грамм ұнға 1 шай қасық толтырып қопсытқыш салып, екеуін араластырып алғаннан кейін ұнды жаңағы массаға саламыз. Және венчикпен бір келкі болғанша араластырамыз. Достар, ұнды міндетті түрде 2-ге бөліп қосу керек. Сол кезде пирог жақсы көтеріліп, қамыры жұмсақ, әрі үлпілдек болып шығады. Осымен қамыр дайын достар, көріп тұрғандарыңыздай ол осындай қою болады. Енді қамырды шеттері майланып алдын ала дайын тұрған формаға құямыз. Мен диаметрі 24 см форманы қолдандым. Және қамырдың шеттерін кішкене тегістеп, ал ортасына мінеке осындай кішігірім төбешік жасаймыз. Сол кезде пирог әдемі болып піседі. Және пирогты қалауларыңызша кез келген жеміс жидекпен сәндесеңіздер болады. Менде желінбей тұрған бір алма болды, соны бетіне ғана осылай қойып шықтым. Пирогты алдын ала 160 градус қызып тұрған пеште шамамен 45-55 минут аралығында пісіреміз. Мінеки достар, творожный пирог дайын, оның пісіп-піспегенін міндетті түрде шпажкамен тексеріңіздер. Пирогты міндетті түрде формада толық суытып, содан кейін ғана оны алып шығамыз. Және қалауларыңызша бетіне қант ұнтағын сеуіп шықсаңыздар болады. Қараңыздаршы достар, пирог сондай әдем болып шықты. Сонымен қатар өте жұмсақ және тәтті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және рецепт үшін лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.